Президентский центр культуры да жүреді. Қазақтың тұңғыш ұлы ғалымы Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов әкесінің азан шақырып қойған есімі Мұхаммед Қанакия. Қазақ мемлекеттігінің өсу, өрлеу жолын тарихтың сан ғасырлық замана желер жасырғанымен кең даламыздың кемеңгер ұлы, ғұлама ғалымы Шоқан Уәлихановтың өз қолымен қағазға түсірген ерлік рухы сіңірілген қасиетті аманаттары кітап болып бүгінгі ұрпақтарына жетті. Елорда төріндегі Шоқан Шыңғысұлы Уәлихановтың туғанына 175 жыл толуына арналған мерекелік салтанатқа қош келдіңіздер. Кештің салтанатты бөлімін ашу үшін сөз Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрі Мұхтар Абрарұлы Құл-Мұхаммед мырзаға берді. Кеш жарық, құрметті ханымдар мен мырзалар, қадірменді достар, жүргізушінің сөзін сәл ғана түзетейін. Мен бүгін бірінші рет сіздердің алдарыңызға мәдениет министрі ретінде шығып отырмын. Жаңа ғана өздеріңіз көрген кішкентай үзіндіден Шоқанның қандай адам болғандығы жөнінде, өз заманның қандай ұлы перзент екендігі жөнінде қысқада нұсқада болса да айтылып өтті. Бірақ біз Шоқан туралы айтқан кезде міндетті түрде бүгінгі Атырау мен Алтайдың арасындағы кең байтақ ұлан даланың, ұлы даланың бостандығын, теңдігін алтын тақтың үстінде емес, арғымақтың үстінде жүріп, жаулаған, түзеген, теңдігін әперген, осыншама мол мұраны Қазақстан деген алып мемлекетті қалдырған ұлы Абылайды, Абылай атамыздан бастауымыз керек. Сол Абылай атамыздың кіндігінен тараған туған шөбересі Шоқан Уәлиханов еді. Әрине біз Шоқан Уәлиханов туралы айтқан кезде оның фамилиясы тегі айтып тұрғандай Уәлихан атамызды да айтпай кеткен тағы да болмайды. Өйткені қазақтың соңғы танылған ресми хандарының бірі осы Уәлихан болатын. Одан кейінгі Шоқанның өз әкесі Шыңғыстың жаңа суретін көріп қалдыңыздар, ол кісіні айтпай кетпеске болмайды. Шоқанның әкесі Шыңғыс қазақ халқынан шыққан, орыстың тілін өте жетік білетін, орыстың әдебиетін, мәдениетін жетік білетін, Европаның тарихын жетік білетін, орысша Сібірдің казачий линейный училище деп аталатын бірінші ашылған Сібірдегі бұратана халқының өкілдерін, әсіресе солардың ішінде сол кезде Ақсүйектің балалары ғана білім алуға мүмкіндік алатын сол училищені бітірген тұңғыш қазақ еді. Өзі сондай білімді, бекзат,
адам болғаннан кейін Шоқанды 12 жасында Омбыдағы кадет корпусына алып келгенде осы Шыңғыс атамыз болатын. Әңгімемізді сол аталарымыздан бастайық деп отырмын. Әрине, Шоқан Уәлихан бірінші сауатын ауыл мектебінен ашқаннан кейін 12-1 университет болмаған, 1-1 институт болмаған. Сондықтан әрі университеттің, әрі институттың рөлін атқарған сол кезде Омбының кадет корпусы еді. Омбының кадет корпусының екінші бір ерекшелігі, онда 8 жылдық оқу жүйесінің алғашқы 4 жылында көбінесе азаматтық мамандықтарды игеретін болса, кейінгі 4 жылында әскери мамандықтар. Сол жергілікті халықтың дәстүр салтын білетін адамдар сабақ берді және өздерінің шәкірттерін, болашақ кадеттерді соған тәрбиеледі. Өйткені олардың бәрі болашақта бір жағы азаматтық, екінші әскери қызмет атқару мүмкіндігін алып шықты. Мінекей осы училищеге кадет корпусына келіп түскен Шоқан Потаниннің айтуы бойынша 2 жылдың ішінде орысша бір ауыз сөз білмейтін адам қатарластарын түгел басып озып, 2 жылдан кейін өзінен 2 курс жоғары оқитын балалардан артық білім көрсете бастады дейді. Міне оның ғажаптығы осында. Әрине Шоқан Кармет шенінде осы кадет корпусын бітіріп шығады. Көп ұзамай ғылыми жұмысымен айналысуға мүмкіндігінің мол екендігін көрсетеді. Ол заманда қай генерал өзінің адъютанты туралы характеристика жазады. Сонда өз үлкен ғалым болатындығы жөнінде айтып, сол кездің өзінде Шоқан үлкен наградаға ұсынады. 2 жыл жұмыс істегеннен кейін. Одан кейін Шоқан өзінің Ыстықкөл сапарына шығады. Жүз қазақтарының творчествосын зерттейді. Мақал мәтелдерін зерттейді керек десеңіз, солардың бәрін орысшаға аударады. Шежіресін зерттейді. Осының сол кездің өзінде оның Ыстықкөл сапарының жазбалары атты үлкен шығармаларының ғылыми зерттеуінің үлкен бөлігі дайындалады. Міне Шоқанның ғылымдағы жарқ еткен таланты осы Жетісу жеріне, Ыстықкөл жеріне жасаған сапарындағысын айтуға болады. Осы сапар кезінде ол Семенов-Тянь-Шанскийдің көзіне түседі. Бірінші болып соған рекомендация берген, сол кезде Семенов-Тянь-Шанский айтады, міне бұл жігіт болашағынан зор үміт күттіретін адам. Біз бірде-бір орыс нәсіліндегі адам Алтышақарға, мына Қашқар жеріне кіре алмаймыз. Бір кіріп ғылымда төңкеріс жасаса, ол осы Шоқан болады деп. Мінекей сол кезде генерал Гаспардтың бұйрығымен, императордың шешімімен, ұйғарымымен, келісімімен сол жерге Қашқарияға бірінші көпестің атын жамылып өзінің атақты сапарын жасайды. Сол кездерде Қытайдың батыс провинциясы Алшақ және Нанлу деп аталатын атақты мүмкіндігін, оның географиялық орналасуы, қазба байлықтары, экономикалық жағдай, коммуникациялық жағдай, халқының тұрмыс салты, мұрасы қарап отырса, сол университеттің шығыстану факультетінде сабақ беретін профессорлардың өзі Шоқаннан келіп консультациясы сұраған. Ортасы түгел келіп Шоқанды біліміне, түріне, сымбатына, шешендігіне таң-тамаша қалып отырған. Міне осы кезде Шоқан бір жағы Азия департаментіне, екінші жағы өзінің сол кездегі басталатын қазақтың көбісінің интеллигенциясы маңдайда жазған ауру еді, Чайковскийға өкпе ауруына шалдығып. Шоқан сол кезде тағы да халқыма бір пайда келтірсем деп, Черняевтің отрядымен бірге оңтүстікке сапар шегеді. Черняевтің озбырлығын, жауыздық, зор қиянатын көргеннен кейін, мұндай қиянатқа шыдамай, әскери қызмет, онда генералдың айтқан заң, ротмистрге. Сондықтан Шоқан өз еркімен соны тастап, Черняевпен тілге келмей, ең аяғында Верныйға қайтып оралады. Туған қарындасы Айсараға үйленіп, Жетісу жерінде қалады. Ең соңғы хатын әкесіне жолдайды. Әкесіне жолдап айтады. Келіп жетеді Шоқаннан, артынан Тезек төреден хабар да келіп жетеді Шоқанның қайтыс болғаны жөнінде. Сөйтіп Шоқанның денесі мәңгілік Жетісу жерінде байыз тапты, қазіргі Алтынемел деген жерде. Әрине Шоқан бірінші рет Митчелл дейтін ағылшынның ғалымы Шоқанның еңбегін, Шоқан қайтыс болған 35 Шоқанның осыдан бастап дүниежүзіндегі барлық ғылыми ортадағы еккен дәні өлген жоқ. Шоқанның соңынан бірінен соң бір қазақтың азаматтары Ресейдің жоғарғы оқу орындарына түсті. 19 ғасырдың аяғында, 20 ғасырдың басында болады. Шоқанға қарап бой түзеген ұрпақ деп айтуға болады. Орыстың мәдениетін, ғылымын терең меңгеріп, Европаның мәдениетін терең меңгеріп, тиісті қаулысын қабылдаттырды.
Мінекей сол тойдың мынау бүгін бастамасы. Құдай қаласа осы 175 жылдық